Камера 1 есть. Деректі фильмдер. Менің ең сүйікті тақырыбым, себебі мен деректі фильмдер жасаймын. Мен бір жылдай документary filmmaking арнайы пәнін алып, оқығаннан кейін де, деректі фильмдерді қалай жасау керек деген кітаптарды оқығаннан кейін де, мастер-класс сатып алып, түрлі мықты фильммейкерлердің сұхбатын тыңдағаннан кейін де, мастер-классын тыңдағаннан кейін де ұққаным, мықты деректі фильм жасаудың формуласы жоқ. 0. Сіз деректі фильм жасауды кітаптан үйрене алмайсыз. Негіздерін білуге болады, бірақ деректі фильм процесте үйренілетін дүние. There was a young lady, and on the third day I still see her sitting in lotus seat and meditating. And I said to her, "What are you doing here?" And she said, "I'm meditating to hope for inspiration." I said, "That's not what filmmaking is all about. You have to deliver right now. Get out of your position, go out and start shooting anything but shoot." Ең басты, сіздер өз-өздеріңізге жауап беру керек дүние, мен деректі фильм жасауға дайынмын ба, және ол маған керек пе? Ол үшін сіз қандай сұраққа жауап беруіңіз керек? Сізді бір сұрақ мазалайды ма? Сізді бір оқиға мазалайды ма? Сіз қандай да бір сұрақ төңірегінде, оқиға төңірегінде соңына дейін, діттеген жеріне дейін зерттеп, сол сұрақтың жауабын, сол оқиғаның толық картинасын құрауға шыдамыңыз жетеді ме? Соған соңына дейін баруға дайынсыз ба? Мысалы, 86 жылы желтоқсан оқиғасы қалай болды, қалай басталды, себебі қандай, салдары қандай, Осы сұрақ бізді мазалайды, және осы сұрақ төңірегінде сіз ұзақ ойланып жүруіңіз мүмкін, және сол сұрақтың картинасын құруға дайынсыз ба? Жылдар бойы осы тақырыптың соңында жүруге дайынсыз ба? Архивке барып, материалдар жинауға, қаншама адамнан сұхбат алуға, қағаздың астында қалуға, сценарийдің астында қалуға, сценарийді 10 рет өзгертіп, 10 рет қайта жасап шығуға дайынсыз ба? Егер осы сұрақтардың барлығына жауабыңыз иә болса, кеттік. Деректі фильмдер не және оны қалай жасаймыз? Мен Қазақстанның ең солтүстік нүктесіндемін. Бұл оқиғаны сіздер естулеріңіз керек. Она сравнивает нас с фашистами. Вот. Бөліп алда билей бер саясатын жүзеге асырды. Деректі фильм жасаушының миында үнемі идеялар жүреді. Ол ұйықтаса да идеяның үстінде, тұрса да идеяның үстінде, және оның басында үнемі идея мен сұрақтар. 50, 40, 60 ой сұрақ болуы мүмкін, және түнде ұйықтап жатып, сол идея басыңа саңқ ете қалғанда тұра қалып жаңағы заметкаға, бұрын қағазға, қазір заметкаға жаза қойып, осыны зерттеу керек, деректі фильм жасау керек деген мынадай бір стопка заметка, жаңағы 100-деген заметка жатуы мүмкін. Ол мен бөле ағам болған, үйге қонаққа келіп, ойнап отырып, былай ұстайды. Осындай больно болады деп ойламаппын. Неге жылап тұр деймін? Сізге жылаған жаңалық болып тұр ма? Енді адам жылау үшін бір себеп керек қой бәрібір. Адам өткен өміріндегі бір жігіттердің тиіскенін айтып, адам жыламайды ма? Идея қашан деректі фильмге айналады? Баста жүрген идея жүрекке түскен кезде ол деректі фильмге айналады. Жүрекке түскенде дегеніміз қалай? Сіз бірнеше жыл бойы осы тақырыпты ойлап жүресіз де, мен қазір бұл туралы зерттеуге дайынмын, бұл туралы түсіруге дайынмын, және мұны елге айтуға дайынмын деген кезде, осы сезім орныққан кезде ғана деректі фильм түсіруге кірісу керек. Идея туа қалып, камераңды алып, жүгіріп, фильм түсіруге кірісіп кету бұл қателік, себебі бұл ұшқын тез өшеді. Тез басылады. Жүрекке түскен ұшқын сені
ұзаққа дейін шыдамдылығыңды арттырады. Себебі деректі фильм үлкен шыдамдылықты қажет етеді. Тағы бір үлкен маңызды дүние деректі фильм білгеніңмен бөлісу емес. Деректі фильм көрерменмен бірге зерттеу. Сол процесті көрерменмен бірге бастан өткізу. I don't pick subjects because I know about them. I pick subjects because I want to know about them. So my films are not me telling you what you should know, but saying, hey, guess what I learned? There's a huge, big difference. There's a subtle ingredient of enthusiasm that is a part of that, an excitement of the new story, that which is not known. Деректі фильмнің құрылымы өте маңызды. Себебі құрылымы дұрыс болған деректі фильмнің өтуі де көрерменнің жылы ықыласына бөленуі де тез. Деректі фильмнің құрылымы қалай жасалуын түсіну үшін сториборд болады. Сториборд дегеніміз сіздер жинаған ақпараттарды шашып тастап, кәдімгідей лего іспетті жинау. И вообще, когда мы говорим про... Здесь надо просто ставить точку. Кетіп қалу мүмкін болды, себебі сол кездегі. Пока я двигаюсь, я не... Бұл сценарий жасау кезінде жүзеге асырылатын дүние, бірақ деректі фильмде сценарий пишется 3 раза деп айтады. Бұл сценарий кезінде, процестің ішінде және жаңағыдай монтаж кезінде тағы да өзгерістер енгізіледі. Сондықтан қатып қалған сценарий жоқ, дегенмен сторибордта берілген ақпараттар, берілген кейіпкерлер және оқиғалар бұл деректі фильмнің қаңқасын жасауға көмектесуі тиіс. Бұл фильм қалай басталады, фильмнің кульминациясы не, қандай конфликтлар бар, айтылу ой қандай және қалай аяқталады. Бұл деректі фильмнің қаңқасы және кез келген фильммейкер бұл қаңқаны көз алдында маяк ретінде көріп жүруі керек. And the Oscar goes to the Queen of Basketball. The biggest challenge was trying to make sure that the film met with the spirit of the story that she told. You know, she told her entire life story over 11 hours, and our job as a team of filmmakers was to edit that story down into the 22 minutes that you saw. And that's our job as filmmakers, as documentary filmmakers, is to try to find the essence of a person, of a narrative, of a story. And that was the hardest thing. Қаңқасы жасалды, сториборд бар. Бірақ біз Сәуле екеуміздің бастан кешкен бір оқиғамыз, Дінмұхамед Қонаев туралы фильм жасағанда, біз қаңқасын жасап, сториборд жасап бастаған кезде ақпараттың сонша көптігінен тығырыққа тірелгенімізді түсіндік. Ақпарат көп, оны қорыту қиын. Екі адам не істерімізді білген кезде өте қарапайым ереже шыға келді. Өте қарапайым ереже, ол хронология сенің құдайың. Ең бастысы хронологиялық сторибордты жасап алып, одан кейін сол хронологиялық сторибордтан ең маңызды дүниелерді суырып алып шығуға болады. Ол мысалы қалай? Дінмұхамед Қонаевқа қатысты фильмде ол кісінің туғаннан қайтыс болғанына дейінгі хронологиялық оқиғаларды белгілеп шығып, кейіпкерлерден сұхбат алып, сарапшылардан сұхбат алғаннан кейін, осы бір хронологиялық қаңқаны ұстап отырып, осының ішінде Сәуле екеуміз басымызды бір сілкіп, осының ішінде ең маңызды дүние не деген сұрақ қойдық. Адамдардың тағдырына әсер еткен не? Эмоция шақыратын не? Бұл қаншалықты халыққа маңызды? Ол кісінің өндірісте жұмыс істегенімен, университетте оқыған кезімен 86 жылда қандай күйде болғаны, я болмаса жаңағы 60 жылдары қазақ жерлерінің таласқа түсіп, Хрущевтың қазақ жерін бөліп жатқан кезде не істегені туралы маңызды ма? Осы маңызды дүниелерді алып, сторибордтың ең басына қоясыз. Яғни хронология сізге көмектесті, бірақ соның ішіндегі маңызды дүниелерді сторибордтың басына қою арқылы сіз қайда назар аудару керек екеніңізді түсіндіңіз, фокусты түсіндіңіз, компасты түсіндіңіз. Бұл деректі фильмнің қаңқасы. Материал жинау, ақпарат жинау, бұл таза редакторларға, командалық топтағы адамдардың жұмысына тікелей байланысты. Одан бөлек ең үлкен маңызды мәселе бұл сұхбат алу, сарапшылар таңдау.
тарихи деректі фильмдер жасаушы адам ретінде сарапшы таңдау қаншалықты қиын екенін айта аламыз. Және сарапшы таңдауда сіз мифке жүгінетін сарапшылар болады, тексерілмеген ақпаратты айтатын сарапшылар болады. Сондықтан сол сарапшылардың сөзін сүзгіден өткізу де сіздің жауапкершілігіңіз. Ну, я повторяю, есть фактические ошибки. Какие вот, чтобы я понимала? Ну, например, что там Бакиханов вот мечтал там или думал что-то, да, ну вот мы не можем, повторяю, говорить, что он думал и что мечтал. Мы можем исходить из документа. Вот он написан, опубликован документ, не опубликован, выявите его, опубликуйте. Сарапшыларға қарапайым сұрақ қою. Себеп сарапшылар бұл тақырыпты жақсы біледі. Жеңіл сұрақтар тым күлкінішті болып көрінуі мүмкін. Дегенмен көрерменнің терісіне кіріп көруі тиіс фильм жасаушы редактор сұрақтың барынша қарапайым болуын қадағалау керек. Я одан кейін тереңірек сұрақтар қоюға болады. Бірақ бірден терең әңгімеге енбей, қарапайым сұрақтар арқылы сіз өзіңізге бэкап, жаңағы сақтандыру жасап аласыз. Тағы да бір мәселе, бұл кейіпкерлердің, сарапшылардың алдын ала сценарийде мынадай дүние айтылады деп қатып қалмау. Я кез келген сарапшыға артылатын жүк болады. Дегенмен дайындап келген сұрақтардан бөлек сарапшыға өзінің ойын басқа жаққа кету, басқа әңгіме айтуға мүмкіндік беру. Дайындап келген сұрақтармен әңгімені жалғастыруға болады, қайтып келуге де болады. Бірақ сарапшы сіз білмейтін, сіз күтпеген дүниені айту мүмкін. Сондықтан әрқашан ашық болу. Жалпы деректі фильм ашық болуға итермелейді. Кез келген деректі фильмде мақсат болады десек, біздегі басты мақсат түсіну. Ұлт кім болды, тарих қандай болды түсіну. Әрбірден соң бұл сұрақтар ұлттың кім болғанын түсіну, бұл өзіңді түсінумен парапар. Сондықтан кез келген деректі фильм мен кіммін, бұл ұлт кім, бұл оқиға неліктен бұлай болды, бұл сұрақтың төркіні не деген сұрақтардың жетегінде жүзеге асса, деректі фильміңіздің мәні, тереңдігі зор болады деп үміттенемін. Және әңгімемнің соңында сіздерге ұсынатын көруге тиіс деректі фильмдер топтамасы. Әзірге осы, рахмет, сау бол.